Сәлем құрметті көрермендер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода осындай өте жұмсақ шоколадты печенье дайындаймыз. Алдымен жұмсақ сары майымызға қантымызды саламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін жұмыртқаны салып араластырып аламыз. Енді осының үстіне айранымызды құямыз. Мына жерде менде ұн, какао, разрыхлитель. Осыны салып, енді массамыз біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді осыны кондитерский мешокқа саламыз. Менде кондитерский мешокта насадка, Вупи пайдың креміне арналған домалақ насадка 1 сантиметрлік. Енді осы тестамызды пергаментімізге отсаживать етіп шығамыз. Отсаживать еткенде арасына біраз арақашықтық қалдырыңыздар, өйткені ол піскеннен кейін кішкене үлкейеді, яғни жайылады тесті. Печеньеміздің бәрін отсаживать етіп болғаннан кейін сумен бетін басып шығамыз, піскенде әдемі болу үшін. Осы печеньелерімізді алдын ала ысытылған пеште 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз, әркімнің пешіне қарай. Бұл печеньенің жасалу жолы өте оңай және қолжетімді заттармен жасалады. Егер сіздерде творожный сыр бар болса, онда содан крем дайындап, Вупи пирожный түрінде жасасаңыздар да болады. Ол кремнің рецептісі менде каналымда бар. Іздеп көріңіздер, Вупи пирожный деген жаңағы видеода бар. Осы видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.